Саламатсыздар ма, менің құрметті оқырмандарым. Сырға толы өмір арнасына қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қызықты оқиғалардың куәсі болыңыздар. Қара түн, аспанды қою бұлт торлаған, жауын себелеп тұр. Қала шетінде орналасқан шағын аудан. Адамдар үйіне асығып, көшеде жан баласы жоқ. Қоқыс жәшігінің қасынан әлсіз үн естіледі. Сол дыбысқа қарама-қарсы келе жатқан қарт әйел сәл кідірді. Үн тағы қайталанды. Әйел жүрегін шым еткізген үреймен жәшікке жақындады. Қараған сәтте жүрегі тоқтап қала жаздады. Кардон қорап ішінде суықтан көгеріп бара жатқан нәресте. Сұмдық-ай, бұл баланы кімнің жүрегі шыдап тастап кетті екен, деді кемсеңдеп әйел. Көзінде мейірім ұшқыны бар бұл кейуана оны үйіне алып кетті. Жедел жәрдем шақырып, сосын полиция келді. Бірнеше күннен соң балалар үйіне тапсырылды. Сол күн баланың тағдырын түбегейлі өзгерткен күн болды. Ол күн мейірімсіз өмірге алғашқы қадамын жасаған сәт еді. Балаға жетімдер үйінде Айбар деген есім берілді. Қара көз, қою шашты, тым сабырлы бала болып өсті. Тілі кеш шықты. Бәлкім бұл көңіл түкпіріндегі үнсіз мұңның белгісі еді. Айбар ешқашан анасы мен әкесінің кім екенін сұрамайтын. Бірақ кей түндері ол терезеден айға қарап жатып сыбырлайтын. Анашым, мені неге тастап кеттің? Кейде жанындағы балалар туғандарына хат алып, қуанғанда Айбар жай ғана бұрылып, бөлменің бұрышына тығыла беретін. Ішінен, менің де күтерім бар ма екен дейтін. Жетімдер үйіндегі тәрбиешілер әртүрлі болатын. Кейбірі мейірімді, ал кейбірі суық, қатыгез. Бірақ Айбар бәріне үндемей көнетін. Ол бір ғана нәрсені армандайтын. Ертеңгі күн жақсы болса екен деп. Мектептегі оқуына тиянақты болды. Ол бәрінен көп оқыды. Кітап оның ең жақын досына айналды. Себебі кітаптар жалғыздықты ұмыттыратын. Сол жалғыздықтың құшағында Айбар бала болып емес, ерте есейген жан болып өсті. Айбар 14 жасқа толғанда балалар үйінің ескі ауласында жалғыз отырып, мен де адам сияқтымын ғой, неге менің тағдырым басқаша деп ойға шоматын. Сол жылдан бастап ол өз бетімен ақша табуға талпынды. Демалыс күндері кітапхана жуып, көше сыпырып, кейде дүкен сөрелерін реттейтін. Ол ешқашан шаршадым демейтін. Әр түскен тиынды жинап, арманындағы мақсатқа бір қадам жақындап жүргендей сезінетін. Ол білім арқылы ғана бұл ортамен қоштасуға болатынын білді. Сондықтан түннің бір уағына дейін кітап оқитын. ұбт жайлы алғаш естігенде жүрегі атқақтап соқты. Осы арқылы мен де өмірімді өзгертемін деді. Бірақ оны ең ауыр сәт әлі де күтіп тұр еді. Бір күні балалар үйіндегі ескі құжаттарды реттеп жүрген кезде бір конверт тауып алды. Онда: Айбар, біз сенен бас тартуға мәжбүр болдық. Кешір, біз тым жас едік. Ештеңеге шамамыз келмеді деген қысқа ғана қатты көрді. Қаттың соңында анаң Гүлнар, әкең Қанат деген есімдер жазылған екен. Айбардың қолы дір етті. Көзі жасаурап, жүрегі шымырлады. Көп жыл бойы өзіне қойған сұрақтың жауабын тапқандай, бірақ сол жауап жанын одан сайын ауыртты. Айбар мектепті үздік аяқтады. ұбт-дан жоғары бал жинап, мемлекеттік грантпен университетке түсті. Бұл оның өміріндегі алғашқы үлкен жеңісі болды. Енді ол басқа қалада, жаңа ортада, өз тағдырын өзі құратын жолда келе жатты. Бірақ жүрегінде әлде қашан орнығып қалған бос кеңістік бар еді. Әке-шешесінің неге оны тастап кеткенін біле тұра, оларды кешіру оған оңай болған жоқ. Бір күні университет кітапханасында отырып, интернеттен анасының есімін іздеді. Суреттер, жаңалықтар,
Ақыры ол Гүлнар есімді мұғалімнің парақшасын тапты. Таныс көзқарас. Иә, бұл оның анасы еді. Ол бірнеше күн бойы оған хат жазуға оқталды. Бірақ әр жолы жүрегі дауаламады. Соңында тек бір сөйлем жазды. Сәлеметсіз бе? Мен сізді ұзақ жыл іздедім. Жауап келмеді. Бір апта, 2 апта өтті. Ақыры бір күні сен Айбарсың ба деген хабарлама түсті. Сол сәт оның өміріндегі ең ауыр әрі ең жеңіл сәттерін тоғысқан шағы болды. Өмір бойы армандаған жүздесу енді ғана жақындап келе жатты. Көктем еді. Қалада күн жылы, айнала гүлдеп тұрғанымен, Айбардың жүрегінде дауыл соғып тұрғандай еді. Анасы Гүлнар кездесуге келісіп, екеуі ортақ саябақта жолығатын болды. Сол сәт Айбар алысқа көз тастады. Бір әйел орындықта отыр екен, қолында ақ гүл. Дәл өзі уәде еткендей. Әйел де айналаға алақ-жұлақ қарап отыр. Кенет көздері түйісті. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. Сен Айбарсың ба деді әйел дірілдеген дауыспен. Айбар басын изеді. Бірақ жүрегі қақ айырылып кеткендей. Гүлнар орнынан тұрып жай ғана кешір мені деді. Осы екі сөз өмір бойы естімеген мейірімнің орнына айтылған жалғыз сөйлем болды. Айбар үндемей тұрып қалды. Ішіндегі өкпе, ызасы, бала күнгі жалғыздық бәрі де жүгіріп шыққысы келгендей. Бірақ ол тек көз жасын төгіп, неге мені тастап кеттіңіз, деді. Гүлнар жылай тұрып, әкең екеуміз 17-де болдық. Еш қолдау жоқ еді. Мен сені қаламадым деп емес, қолымыздан ештеме келмеді. Бірақ мен сені бір сәтте ұмытқан емеспін. Айбардың жүрегі жаралы еді. Бірақ ол енді тағдырының құрбан емес, иесі екенін білді. Ол анасын құшақтап, мен сізді кешіремін, бірақ өзімді де кешіруім керек деді. Сол күні күн ерекше жарқырап тұрды. Кешірім тек сөз емес, жүректің шынайы жеңісі екенін дәлелденген күн болды. Көп жылдар өтті. Айбар енді бұрынғыдай жетім бала емес. Ол табанды еңбегімен табысқа жеткен кәсіби маман. Елге танымал IT мамандардың бірі. Өз компаниясы бар. Жасөспірімдерге арналған тегін білім беру жобаларын ашып, жетім балаларға үміт сыйлауды өз міндетіне айналдырды. Ол өзі шыққан балалар үйіне жиі барып тұрды. Әр баланың көзіне үңіле қарап, сендер жалғыз емессіңдер, армандаудан қорықпаңдар дейтін. Өмірдің тауқыметін ерте тартқан жүрек енді мейірімге толы. Өйткені ол басынан кешкен қайғысын кекке емес, күшке айналдырды. Анасы мен әкесі де оны мақтан тұтады. Бәрі бірдей оңай болмады. Бірақ кешірім, сенім және табандылық бәрін өзгертті. Соңғы бір күнделік бетіне Айбар бұлай деп жазды. Мені тастап кетті, бірақ мен тағдырды тастамадым. Қайтадан құрастырдым. Жолым ауыр болды, бірақ жүрегім жеңді.